Қыздарға айтуға болмайтын 5 фраза. Ең алдымен танысқан қызыңа өзіңнің өткен өмірің жайлы ешқашан айтушы болма. Яғни, неше қызбен жүргеніңді айтпа. Ол қыздың алдында сені мачо қылып емес, керісінше абыройсыз қылып көрсетуі мүмкін. Екіншіден, оны ешқашан өзгертуге тырыспа. Құдай қалай жаратты, дәл сол болмысында қабылда. Үшіншіден, маған сұлулық маңызды емес, маған сұлу қыз керек емес, маған ақылды қыз керек деп айтады. Бұл өте қате сөз. Себебі әрбір қыз өзі сұлу, жаны сұлу, табиғаты сұлу. Сондықтан да ол өзін басқа қыздардан сұлу емеспін деп ойлап, төмен санап қалуы мүмкін. Осылай оның самооценкасын түсіріп аласыз. Төртіншіден, болашақ жарыңа ешқашанда маған үйленетін қыз керек, не болмаса үйге келін болатын қыз керек деп айтушы болма. Неге? Өйткені осы сөздер арқылы сен оның миына үйге жақсы бір қызметші керек, я болмаса артымды жинайтын, тамағымды пісіретін бір адам керек еді деген ойды салып отырсың. Сол себепті үйіңе қызметші емес, өзіңнің өмірлік жарыңды, өзіңнің болашақ балаларыңның анасын таңдап алып жатқаныңды естен шығарма. Бесіншіден, неше жігітпен жүрдің деп сұраушы болма. Өткен ол өзінің өткен өмірін ұмытып, сенімен жаңа өмір бастағысы келген шығар. Сондықтан да оның өткен кеткен дүниелерін, өткен кеткен естеліктерін есіне қайта-қайта салып, жаңа өмір бастауына кедергі келтірме.